сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Түнгі көбелек өмірден алынған. Түн көшеде мүлгіген тыныштық. Ымырт үйіріліп, қас қарайған шақта, үстіне бақ жақсысын киіп, сыланып, сипанып, үйіне шыққан Зейнеп бүгінде қалтасын қампитып келеді. Онысына өзі мәз. Жастықтың жалын атқан шағында тәні мен жанын саудаға салып жүргені ол үшін қалыпты жағдайға айналғалы қашан. Бар тіршілік иесі қалың ұйқыға кеткенде Зейнеп түнімен жарыса жармаса жұмысына шығады. Осы күйде жүргені тура 6 жыл болды. Тәнін сатып, азығын табар жері 5 қабатты үйдің бірінен қоныс тепкен қонақ үй. Ол осы қонақ үйдің бір бөлмесін өзінің жұмыс орнына айналдырып, кезек-кезек таң атқанша клиент қабылдайды. Әуел баста Алматының түнгі көбелектері ұқсап, көше бойында кербезене, әр өткен көлікке қылмысып тұратын Зейнептің қазіргі таңда өзінің жеке клиенттері бар. Кім көрінгенмен қол ұстасып, қара түнге сіңіп кете бермейді бұл күні. Бұл жерде жеке клиенттері бар сылқымдарды өзара VIP дейді. Зейнеп те сол VIP-тердің бірі. Зейнептің талдырмаш тәнін аңсап келетіндердің арасы бай бағландар арасында өзімен қарайлас бір-екі ауқатты әулеттің әумеселері бар. Зейнеп те жеңіл ақшаның буына масайрап, жұмысына әптен төселіп алған. Қабылдауына келіп тұрған жанның әйел бағала шағасы бар ма, ауру ма, сау ма, оны мүлде қызықтырмайды. Бос белбеу, аш қасқырдай еркектерге ақ көрпесін айқарашып дайын отырады. Тек шаруасын бітіріп, ақысын артығымен алса болды. Бүгінде осындай бірнеше еркек атаулысын қабылдап, үйіне келе сала жонып шайынып, уайымсыз ұйқыға кетті. Тәтті ұйқысын есіктің тоқтаусыз шырылдаған қоңырауы бұзды. Бұл кім екен дегендей төсегінен сүйретіле тұрып, ұйқылы ояу есікке беттеді. Кім бұл деген сұрағына қызым мен ғой деген анасының жауабын естігенде, жылдамдата есігін ашып, анасының құшағына құлай кетті. Апа, қайдан жүрсің? Келетініңді алдын ала айтпадың ба? Күтіп алатын едім ғой деп безек қағып, анасының сөмкелері мен киімдерін алып зыр жүгірді. Қызым-ау, саған қоңырау шалып едім. Тұтқаны көтеріп болмадың ғой. Анау Ақтан ағаңның ұлы аяқ астынан келін алып кепті. Таңертең Ақтан хабарласып, жеңге тез жетіңіз деген соң артынып-тартынып кеп қалдым, деген Салиха апа ентігін әрең басты. Қыздарын ұзатқандар кеше ғана сол келінді биыл түсірмей-ақ қойса болмас пе еді? Тағы да туған туысқа алақан жайып отырмақшы ғой, деген Зейнеп сөйлеп үлгеріп қалып жатты. Қой қызым, өздері біледі ғой біздің шаруамыз не. Ел жұрттың бергенін береміз, қайтеміз енді, деді анасы төрге жайғасып. Зейнеп анасымен әңгімелесіп жүріп дастархан жайып тастады. Біраз сөйлесіп, шай тамақтарын ішіп болған соң анасына: апа, сен қосалқы кілтті қалтаңа салып ал. Менің кешке шаруаларым бар, тіпті үйге келмеу мүмкін. Өзің бола бересің ғой үйде, деген қызына Салиха апа. Ол сонша не шаруа? Үйге қонбайтындай деп таңдана қарады. Ту апа, қыздармен демалыс орнына барамыз. Жұмыстан бас алмай кеттім. Сергіп қайтайыншы. Менде адам шығармын, деді мізбақпай. Анасына біраз ақша ұстатып шығарып салды да, сәлден соң өзі де дайындалып күндегі жұмысына бет алды. Денесіне жабыстыра киген қара көйлегі екі санына болар-болмас түсіп тұр. Аяғындағы биік өкшесі онсыз да әдемі аяқтарын одан ары тартымды етеді. Еріне жаққан қызыл далабы еріксіз өзіне тартып алардай. Оған қоса естен тандырардай иіс су сеуіп алған Зейнеп адымдап баса қонақ үйге кіріп кетті. Қу ақшаның құрбанына айналып, тәнін қымбатқа бағалағанның жемтігіне айналған Зейнепке бұл бұлыңғыр жолға түсу де оңай болмады. Дәл қазір жан тәніне ренжікті,
Осы қалыпқа түсер жолдың басы Зейнеп үшін шексіз азаппен басталған еді. Будақ-будақ терге малынып барып, әрең дегенде шаруасын тындырған кезекті клиенті шалқасынан түсе уһледі. Жасы 50-ге таяған бұл кісі клиенттердің ішіндегі ірісі, жалпы айтқанда ауқаттысы. Ебін тауып көңілінен шыға білсең болды, ақшаны үстіңнен қаша бұратады тәйірі. Қызымен жасты сылқымды, айызы қанғанша ермек қылған ол, бүгінде қомақты қажы ұстатты кете барды. Зейнептің бар құны қолындағы бір бума мына ақша ғана. Онсыз да лайланған тұнығы былғана түсіп, белшеден күнәға батып бара жатқан білсе де, өзін іштей ақтап аларлықтай сылтауы дайын. Темекісін тұтатты да, улы түтінін рахаттана ішіне жұта, терезеге жақындап айналаға көз тастады. Ұзын жолдың бойында қыбыр еткен жан баласы көрінбейді. Тек қараңғылыққа ырық бермей әр жерден бір сығырайып тұрған көше шамдар ғана көзге түседі. Зейнеп терезеден соққан ызғардан дірілдеп, іші мұздап бүрісе түсті. Суықтан қалшылдаған сайын өткені есіне түсіп, тәнімен қоса жан дүниесі де діріл қақты. Зейнеп бір үйдің ең кенжесі, оның үстіне жалғыз қызы. Алдында тас қамалдай қорғаушы екі ағасы бар. Әкесі Уәли мал шаруашылығымен айналысатын қарабайыр қазақтың бірі. Адуынды істің де сөзің де адамы. Ауылда сыйлы, бір далайына сөзі жүретін абыройлы кісі еді. Анасы Салиха мектепте математика пәнінің мұғалімі, ұлағатты ұстаз. Зейнеп ішер жемі тоқ, көйлегі көк, еш нәрседен ташылық көрмей бой жетті. Тіршіліктің сулаған ағымы Зейнепті мектеп бітірер шағына алып келді. Ол кезде үлкен ағасы үйленіп, шаңырақ көтеріп үлгерген еді. Жеңгесі ақ саусақ, шаруаға икемі жоқ. Қит етсе беттен алып, төстен шабатын әдеті бар. Қаланың қызы болып шықты. Ол бастан өзі де ерке Зейнеп ауық-ауық жеңгесі Тұмармен сөзге келіспей қалып, ұрыстың арты үлкен дауға ұласа кететін. Бұндай кезде екі оттың ортасында қалатын ағасы Нартай. Анасы қанша, қызым жеңгемен тайталаса берме, ол да біреудің қызы. Бара-бара жайменде үйренісіп кетер. Ертең бұйырса өзің де бір шаңыраққа келін боларсың. Сонда түсінесің десе де, неге екені белгісіз Зейнептің Тұмарға іші жылмайтын. Онысы да бекер емес еді. Өзегін кернеген өткенін еске алып тұрғанда, таңның да атқанын байқамай қалыпты. Бағанағы тым дұрыс, елеусіз жатқан көше, әп-сәтте-ақ тіршілік қайнауына айналып, әрлі-берлі көліктермен жұмысына асыққан адамдарға толып үлгірді. Зейнеп те кешегі үйінен қолына іле шыққан спорт киімін киді де жинала бастады. Бетіндегі опа далабын сүртіп, ұзын қара шашын төбесіне түйді де, темекі иісі сіңген денесін әтірінмен аямай сеуіп алды. Бұнысы анасынан жасқанған түрі. Жолай дүкенге соғып, керек жарақтарын алып үйіне келді. Есікті ашпастан бұрын тағы бір мәрте өзін ретке келдіріп, үсті басын қағып қойды. Үйге кірген сол екен, алдынан анасы шықты. Қызым сен ба? Қалай дем алдыңдар? Ұйықтамағансың ба? Көзің ысып кетіпті ғой. Жүр екеулеп шай ішіп алайық. Қазір Ақтан ағаңның үйіне баруым керек. Сен де бірге жүрсеңші. Құтты болсын айтып шық, деген анасы тоқтаусыз сөйлеп жатты. Апа, шаршап тұрмын, өзің бара бер, деді де Зейнеп қабағын түйді. Салиха апа одан ары қызына ештеңе демеді. Дастархан басында анасы мен қызының қызу әңгімесін телефон қоңырауы бұзды. Жүгіріп барып, телефонын қолына алған Зейнеп қоңырау шалып жатқан адамның кім екенін көргенде, жүрегі аузына тығылып, тынысы тарыла түсті. Телефон соғып жатқан Тұмар еді. Зейнеп Тұмар десе, өз-өзіне сыймай, бойын қорқыныш пен ыза кернейтін жағдайға жеткен осы күн. Оның да өз себебі бар еді. Зейнеп сүйріктей жасанды тырнағымен телефон даусын басты да, үйде апам бар деген бір ауыз хабарлама жазып жіберді. Жазып жіберуін жіберді ғой, бірақ мазасыздана телефонына қарай берді.
Ондағысы тұмардан жауап күткен түрі. Тұмар оққанмен еш жауап қатпады. Бұл үнсіздік тегіннен тегін емес екенін Зейнеп іштей сезіп отыр. Бойына бар батылдығын жинап тағы да хабарлама жіберді. Тұмар, шаруаңды айта бер, тыңдап тұрмын, дегенді қолдар дірілдеп әрең жазды. Кешке жиналыс кешікпе, деген жеңгесінен жауап келгелі Зейнеп байыз таппай тыпырши бастады. Үй ішін әрлі-берлі мазасына тағат таппай кезіп жүрген қызын көрген анасы. Қызым-ау, не болды? Тыныштық па? Астынан су шыққан адамша. Бір орнында отыра алмай кеттің ғой, деді сұраулы жүзбен. Апа, бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Міне ақша, Ақтан ағаға беріңіз. Қалғанына тойға кер, үстіңізге әдемі көйлек аларсыз, деп бір бума арам ақшасын анасының қолына ұстата салды. Қызым, сен кеше де бүгін де жұмысыңа бармадың ғой? Әлде демалыс алдың ба? Мүмкін Ақтан ағаның үйіне менімен бірге барып келерсің. Мына ақшаны да өзің берген дұрыс болар. Қуанып қалатын еді, деген анасына Зейнеп. Ту, апа, мазамдалмашы. Онсыз да шаруаларым шаш етектен. Ақша бердім ғой, маған енді не қыл дейсің? Кейін барармын, деп Зейнеп үстіне босауда тұрған жұқа күртесін іле салып сыртқа шығып кетті. Пәтерінің терезесінен әрірек барып темекісін тұтатты. Тамыры тарылып, демі жиілей бастады. Тағы да не боп қалды екен? Тұмар хабарласса, демек арты сойқан дауылға ұласатыны белгілі ғой, деген ой санасын жегідей жеп барады. Не болса да басқа салған көреріміз деп, іштей өзін жұбатқанмен, жүрегі атқақтап аузына тығылып барады. Содан не керек? Қас қарая қала сыртындағы межеленген жиналыс болатын жерге кербезде керім сылқымда жинала бастады. Бірі көлікпен келсе, енді бірін жеке қолтықтап күшпен әкеп жатты. Әйтеуір бәрінің көздерінде қорқыныш пен үрей бар. Зейнеп олардан тысқары бір бұрышта жалғыз өзі тұр. Бұл оның қашанғы әдеті. Қыздардың барлығын танығанмен, ешқайсымен қолаң-қолтық араласпайды. Сыбыр-сыбыр гүлдеп, өзара сөйлесіп тұрған түнгі көбелектердің барлығы үрейлене Тұмарды күтіп тұр. Иә, Зейнептің жеңгесі Тұмарды. Бұл жердегілердің көбісі артында сұрауы жоқ жетім мен жесірлер. Кезінде Тұмарға алданып құрығына түскендер. Бірі жоқшылықтың зардабын шегіп, осы жолға келсе, бірінің үйінде ауру баласы бар. Енді бірі аласұрып ермек іздегендер. Мына биік өкше, жартылай жалаңаш киім мен жасанды жанарлары артында тұтас бір қайталанбас тағдырлар жатыр. Зейнеп те Тұмардың кезекті бір құрбаны. Кезінде келін болып, ақ босаға аттаған жеңгесі, түбі Зейнептің сорына айналарын кім білген. Сыланған, сипанған қыз қырқын лебі көбейген сайын, айналанына шараптың шықылды месімен темекінің қошқыл түтіні кернеп барады. Зейнеп бір нүктеге қараған күйі үнсіз тұр. Жаздың салқын кеші бітіп, түнге айналған шағында, күре жолдың бойымен, көшені шулата жеткен шетелдік қымбат автокөлік, қылымсыған арулардың ортасын қақ жарып барып тоқтады. Айнала әп сәтте күңгірт тартып, жер дүниені төңкеріп жіберердей, көліктен қабағы қатулы Тұмар түсті. Зейнеп отты жанарымен жеңгесіне бір қаратты, көппен бірге Тұмардың соңынан ілесе ішке кірді. Алдында тізбектеліп тұра қалған қыздарға үнсіз ұзақ қарап тұрған Тұмар арасындағы 5-6 қызды алып кетуге бұйырды. Бұлар Тұмардың бұйрығына селқос қарап, өз бетінше әрекет еткендер. Жылап жалынғандарына Тұмар елең етсе де, елп ете қойған жоқ. Бұдан кейінгі тағдырларының түйіні белгісіз. Тұмардың бір ауыз сөзіне бағынышты. Кешіре ме жоқ па? Көпке беймәлім жұмбақ ол жағы. Бір білетіндер дәл осылай жаза басқандар сол кеткеннен қайта оралмаған. Бұдан ары Тұмар көп кідірмеді. Кезекті бұйрығын берді де барлығына шығып кетуді бұйырды. Қадамдарын тезете басып, жұртпен бірге жапа тармағай кетіп бара жатқан Зейнепті Тұмар тоқтатып алды.
Сен қал, сөйлесуіміз керек, деп тоқтатып алды. Зейнептің қорыққаннан жүзі тотығып, аяқ қолы еркінен тыс дірілдей түсті. Алдында қалшылдап тұрған қайын сіңлісіне Тұмар жақындап келіп: «Қорықпасаңшы, мен адам жемемін», деп мысқылдап күле жөнелді. Шын мәнде Тұмарға Зейнептің бұл тұрысы жанына майдай жағып барады. «Міне, тәубеңе келіп, сөзімді екетпегенің үшін саған деген сыйлығым», деп Зейнептің қолына бір жапырақ қағазды ұстата салды. Зейнеп көз қиығымен қағазда жазылу тұрған мекен-жайды көргенде тілін тістеп, даусын шығармай жылап жіберді. «Тыңда, ешкімге тіс жарушы болма. Тек өзің ғана барып қайт. Әйтпесе не болатын білесің ғой. Ей, саған айтам», деді бұйыра сөйлеп, үнсіз жылап тұрған Зейнепті нұқып. Мақұл дегендей Зейнеп тоқтаусыз басын изей берді. «Бар онда, кете бер», деп Тұмар қолымен есікті нұсқады. Зейнеп қалаға қарай жаяу шықты. Қолындағы қағазды кеудесіне тоқтаусыз қыса берді. Арасында кілт тоқтап, өз көзіне өзі сенбей мекен-жайды қайта-қайта оқиды. 6 жыл дегенде әрең қолы жеткеніне сене алар емес. Тұмардың оңайлықпен қолына мына қағазды ұстата салғанына іші қылп еткенмен, санасында күдік пен күмәнді сырып қуанып келеді. Сағыныштан сыздаған жүрегіне тоқтау қоя алмай, тағатсыздана ішінен мына құрғыр таң қашан атар екен деген оймен арпалысып, үйіне де қалай жетіп қалған білмей қалды. Біраз жер жүрсе де шаршамаған сияқты. Дәл қазіргі бар уайымы таңда тұру. Үйіне кіріп, аз-маз көз шырынын алмақ болғанмен, төсекте әрлі-берлі дөңбекшіп жата алмады. Зейнептің алабұртқан жүрегімен арпалысып таңдатты. Такси Зейнепті атқан мекен-жайы бойынша ақыл есі ауысқандар ауруханасының алдына кеп түсіріп кетті. «Аға, осыншалық жағдайың ауыр ма еді?» Мүмкін емес деген күй қақпалында тұрған Зейнеп басын шайқай берді. Зейнеп ішке кіруге жүрегі дауаламай, сыртта біраз тұрды. Дәл осы тұрысында сырт көзге жайбарақат сабырлы көрінгенмен, ішкі жан дүниесіндегі төңкерісті адам баласына сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Әлі де ағасының қарғыс атқыр мына аты жаман ауруханада екеніне сенгісі жоқ. Алақандай нәзік жүрегі бұл ауыртпашылыққа шыдай алмай еңкілдеп жылап жіберді. Ұзақ жылады. Өмірдің әділетсіздігіне налыды. Бақытты қам-қатерсіз балалық шағын есіне түсіріп, көз жасын әрең тоқтатты. Өз-өзін ретке келтіріп, бойына бар батылдығын жинап, ішке кірген сол екен алдынан бір медбике шығып: «Сіз Зейнеп боларсыз, жүріңіз. Нартай Уәлиұлы бақшада отыр», деген медбике Зейнептің алдына түсті. Шамасы Тұмар бұларға менің келетінімді ескертіп қойған болу керек, деп ойлады да Зейнеп қадамдарын тездетті. Медбикенің соңынан ерді. «Әне, ана жерде отыр ағаңыз. Бірақ ескертіп қояйын, сізді танымауы да мүмкін», деді де медбике қыз өз жөніне кетті. Зейнеп бақшадағы орындықта жанарымен жерді тесердей бүкірейіп, басы төмен салбыраған күйде міз бақпай отырған ағасын көргенде, тұла бойынан қабырғасы қағайырылып бара жатқандай күйде тұрып қалды. Кеудесін өксік қысып, жанарының жасы торлады. Қолындағы қымбат сөмкесінің бауын үзіп жіберердей тістеніп барып ағасының жанына жайғасты. Нартай басын көтеріп бұған қарар емес. Тіпті мына әлемнен баз кешіп, өз әлемінде отырғандай. «Аға», деді Зейнеп, сүйікті дірілдеген саусақтарын Нартайдың иығына қойып. Сол кезде ғана қалың ұйқысына оянғандай ағасы Зейнепке қарады. Жүзі солыңқы, қос жанарының айналасын әжім торлай бастаған Нартай Зейнепті танымады. Жоқ әлде бойын деген дерті өткенін жадынан өшіріп тастады ма, әйтеуір тіл қатпады. «Аға, мен ғой Зейнеп, сенің іздеушің» деген сол еді, даусы қарлығып. Нартай кенет мазасыздана бастады. Қос тізесін екі қолмен қапсыра құшақтап алып, әрі бері отырған орнында теңселе бастады.
Жоқ, Зейнеп өлген, ол өлген, ол жоқ. Жоқ, дей берді. Жоқ, аға, мен тірімін, қарашы, мен сенің қарындасың Зиошпын, деген Зейнептің сөзіне иланбаған Нартайды екі медбике күшпен сүйреп ішке алып кетті. Соңдарынан жан ұшыра жүгіріп барған Зейнепке: сіз кете беріңіз, қазір тыныштандыратын екпе саламыз. Ертең бірақ оянады, деген медбикеге: мен ағамның дәрігермен сөйлесуім керек, деп өтініш жасап еді. Жоқ, кешіріңіз, дәрігермен тек Тұмар ханым сөйлесе алады, деп медбике кетуін өтінді. Зейнеп Алматының санында шегі жоқ саябақтардың бірінде оқшаулау тұрған жалғыз орындықты міз қақпай күннің ұясына батуын күтіп отты. Онысы жұмыстан келген болып, сыңай танытып кеш қайта бірақ үйіне бармақшы. Есіне ағасының із-түссіз жоғалып кеткен кезі түсіп ауыр күрсінді. Осыдан 6,5 жыл бұрын әйеліме күн көрсетпедіңдер деген желеумен буынып-түйініп, жүйкебас әйелін іштектеп үйден кетіп қалған ағасы шешесінің көз жасымен әкесінің қар жауған қабағына да қарамаған. Аптап шілдеде де қаһарына мінсе, аспаннан қар жаудырардай мінезі бар әкесі сол кезде ағасына ләмим деп ауыз ашпастан қуыс бөлмедегі темір кереуетте ұзынан түсіп теріс қарап жатып алып еді. Әкесі-ау, баланы тоқтатсаңшы, деп жалынған әйеліне: тәйт, кетемге салып, әке-шешесінен безген баладан не үміт, не қайыр. Кетсе одан әрмен, деп сөзін бірақ қайырған еді әкесі. Бұдан кейін сол шаңырақта Нартайдың есімі мүлде аталмады. Тек 3 ай дегенде үйге іздеп келген құқық қорғау қызметкерлерінен бір ай бұрын балаларының жоғалып кеткендігін, әйелі енді ғана ар жазғанын естігенде әкесі мен анасы қайғыдан қан жұтып, жан ұшыра Нартайды іздеп таба алмаған еді. Болмысынан томаға тұйық әкесі бұл жағдайдан кейін іштей тынып құса болды. Тұңғышының өлі не тірі екенінен бейхабар күйде жүргенде екінші ұлы Жантай көлік апатына ұшырап, әп сәтте арбаға таңылып, мүгедек атанып шыға келді. Қосарлана келген қос қайғыға әке жүрегі төтеп бере алмай үзіліп кете барған. Өткенін еске алып, қапа болып отырғанда қас қарая бастағанын байқамай да қалыпты. Қоңырау шалған клиенттеріне бүгін мазам болмай тұр деген сылтау айтып үйіне келді. Оны босағадан буынып, түйініп отырған анасы қарсы алды. Қызым, келдің бе? Тоңазытқышқа кешкі асыңды дайындап салып қойдым. Тамақтанып аларсың. Мен кешкі автобуспен ауылға жетіп алайын. Өзің де білесің ғой, Жантайды Сағирлаға тастап кеткенімді. Онсыз да қалада ұзақ жатып алдым. Ұят болды, деген анасы Зейнепке сөз сөйлеуге мұрша бермей асығыс киініп жатты. Апа, бүгін бармай-ақ қойсам болмай ма? Ертең сені бір жерге апарайын деп едім. Бүгінше қала тұр, деді Зейнеп анасын тоқтатып. Қой қызым, үйге қайтайын. Апаратын жеріңе кейін апара жатарсың. Әлі келемін ғой, деп анасы бой берер емес. Апа, тыңдашы, бұл өте маңызды нәрсе деймін, деді Зейнеп даусын көтеріп. Әйтеуір не керек, анасын көндіріп алып қалды. Бар ойы ана жүрегіндегі шермен боп қалған сағыныштың шелін бұзып, ағасы мен анасын қауыштыру еді. Бірақ бұл шешімі дұрыс болар ма екен деген қорқыныш та жоқ емес. Анасына мән жайды қалай түсіндірмек? Шындықтың ауырлығы соншалық, ана жүрегі шыдай алар ма екен? Ол жағы беймәлім. Ал Тұмашы, ол біліп қойса, Зейнепті жайына қоймас анық. Бірақ Зейнеп көз алдында күннен күнге солып бара жатқан анасы үшін тәуекелге бел буып, күндіз күліп, түнде тәнін саудаға салып, оңаша қалса жылайтын. Құны көк тиын өмірін таразы басына тікті. Тұма жайлы тіпті ойлағысы да келмеді. Шыбын жанын кеудесінен жұлбаса да, бұл жолы Тұмарға қарсы шықпақшы. Айналаны жаулап алған қара қою түнге перденің саңлауынан ұрлана қарап, меңіреу қалпында табылжымай отырған Зейнеп әлсін-әлсін күрсініп қояды. Ертеңгі күннің бұдан да қиын,
Бұдан да ауыр болатынын болжап, ұйқысы қашып, кірпіктері айқаспай ақ қойды. Осылайша сан мың ойдың құрсауында отырғанда, бойдағы кернеген суықты қуып шығардай болып, көкжиектен шуағын шашып күнде шықты. Анасы да түні бойы ұйықтап жарытпаған-ау, ас бөлмеде жүр. Ауылда қалған мүгедек ұлын ойлап ұйқысы қашқан болу керек. Зейнептің көңіліне кірбің түсіріп алмайын деп, сөзін жерге тастамап еді. Әйтпесе бүгін өз үйінде, баласының қасында сүт қатқан қою шайын ішіп отыратын еді ғой. Қайырлы таң, апа, деді Зейнеп ас үйде күйбеңдеп жүрген анасына. Жақсылығымен болсын, кел қызым, шай ішіп алайық. Сосын көп кешіктірмей, кеше мені апарамын деген жеріңе апар. Кешке автобусқа үлгіруім керек. Жөні түзу адамдаша, қайда баратынымызды айтпадың ғой, деді анасы шайын құйып жатып. Зейнеп те анасына жауап қатпады. Үйден асыға шыққан Зейнеп пен анасы таксимен ағасы жатқан ауруханаға келе жатты. Байғұс ана еш нәрседен хабар болмағанмен, жүрегі кеудесіне шығып кетердей болып, түсініксіз күйде отыр. Ауық-ауық қызына: қызым, қайда барамыз деп, сұраулы жүзімен қарап қояды. Бірақ Зейнеп мардымды, көңілге қонымды жауап қатпады. Көп ұзамай такси бұларды аурухананың алдына келіп те түсіріп кетті. Зейнеп, қызым, енді айтарсың, бұл қай жер? Бұл жерге неге келдік? Деген анасының қолынан ұстап, сол жердегі орындыққа жайғасты. Апа, тыңдашы, тек қобалжыма. Мына алдында тұрған ауруханада дей беріп еді. Қақпадан биік өкшелі туфлиін тықылдата жерді ортасынан қақ бөлерде қабағы толы тұма шыға келді. Тосынын түйіскен жанарлар бір-бірінің өңештерін тесіп жіберердей кірпік қақпастан демдерін жытына тұрып қалды. Арада орнаған бір сәттік өлі тыныштық үшеуін де есеңгіретіп барып естерін жиғызды. Жылдар бойы айтылмаған сөздер, селі тарқап үлгірмеген ашу мен ыза, көкейде арпалысқан күдік пен күмән арасында өлместің күнін кешіп жүрген Салиха апа бұл кездесудің кездейсоқ екеніне іштей күмән келтіріп үлгірді. Ай күннің аманында баласының із-түзсіз жоғалып кетуіне о бастан келіннің кінәлі санап, ана жүрегі тыпыршығанмен, уақыт өте келе тұмарды жамандыққа қимай күмәнін сейілткендей болған еді. Содан бері бақандай 6 жыл өтіпті. Келінін көріп тұрған беті осы. Не де болса хал сұрасып, амандасайын деген ниетпен тұмарға қарай беттеген Салиха апаға болмашы ғана басын изегендей болып, тұмар аса назар аудармастан көлігіне қарай жүріп кетті. Алдынан көлбеңдей өте шыққан тұмардың көз қарасы өңешін тесіп жібердей болып, көзі қарауытып барып өзіне әрең келген Зейнеп тұмарға екі аттап жетіп алды. Мен жай ғана апам ағамды көріп дей бербеді. Ақталма Зейнеп, ақталма, енді ісім сенімен болсын, деген тұмар көлігіне мініп, ашулы күйде кетіп қалды. Зейнеп осы бір зор күштің тас қамалдай ықпалынан өзін енді құтқара алмасын түсінгендей шарасыз күйде тұрып қалды. Қызым, жайшылық па? Түрің бозарып кетті ғой. Тұмар бұл жерде қайдан жүр? Әлде бұл кездейсоқтық па? Деп жақында түскен анасынан бойын билеген үрейді жасырмақ болып Зейнеп селқос қана жымиды. Апа, білмеймін ғой, одан қалды біздің шаруамыз не? Келші бері, отыршы, саған айтарым бар, деген Зейнеп кейін шегінудің мәні жоқ екенін түсінгендей анасын арап. Апа, мына алдымызда тұрған ғимарат ақыл есі ауысқандар ауруханасы. Осы жерде сен үшін де, мен үшін де қымбат бір жан бар. Апа, тек қобалжымай мені тыңдашы. Ештеңе уайымдама, бәрі жақсы. Деген қызының сөзінен кейін Салиха апа мән-жайға қанық бола бастағандай еріксіз жылап жіберді. Ту, апа, мен не деп отырмын саған? Болды, жыламашы. Қан қысымың көтеріп кетеді деп жұбатып отырған қызынан тек бір нәрсе ғана сұрады. Ағаң осында ма? Деді Салиха апа ерні дір-дір етіп.
Сұрағына жауабын естімей жатып ақ Зейнептің мөлдір шыққа толы жанарынан ұғынған ана жүрегі қара жерге тізерлей отыра зарлана жылай кетті. Кеудемде жаным барда бұл күнді тек көрдім-ау. Баламды құшағыма алып сағынышымды басу пешенеме жазылыпты ғой деп қара жерді құшқан анасын Зейнеп әрең дегенде орнынан тұрғызды. Әлі құрып шама шарқы қалмаған анасын жетектеп отырып ауруханаға кірді. Медбикеден ағасының әдеттегідей бақшада отырғанын біліп, сол жақты бетке алды. Бақшада оқшаулау жерден бас алмай отырған баласын көргенде, қалың бұлттың ортасын қақ жарып күн шыққандай болып, Салиха апа өз көзіне өзі сенбей тұрып қалды. Жүйке жүйесін жегідей жеп, жүрегін жұлым-жұлым еткен сағынышының өтеуі осы бір сәт еді. Жан алып жан бергендей болған осы бір 6 жылдық дерттің емі ұлы қарсы алдында отыр. Шыбын жанын шүберекке түйіп, ана байғұс ұлына жақындай түсті. Жүрегі жарылып кетердей, көзінен төгілген ащы жасына әлем тұншығардай болып, ұлының алдына тізерлей отыра кетті Салиха апа. Тоқтаусыз қолдарын сүйе берді. Маңдайын өбіп, шашынан дамылсыз иіскей берді. Уақыт бір сәтке тоқтап қалғандай. Қанша уақыт өткені белгісіз. Бірақ Нартай анасына еш қарсылық білдірмей, сол отырған күйі міз бақпады. Бәлкім бала жүрегі анасын сезген болар. Анасы мен ағасын қуанышпен бақылап тұрған Зейнеп келер күннің соққысы тым ауыр болатынынан бейхабар еді. Алабұртқан көңілдің тізгінін тартып, Салиха апа мен Зейнеп үйлеріне қайтты. Қолынан келсе баласынан бір сәтке де ажырамас Салиха апа, Мейірбикенің ертең келесіз, бүгінге кездесу уақыты бітті деген сөзіне иланбасқа амал қалмай, сан мың сұрақ жадында жаңғырып үнсіз келеді. Ауық-ауық қызына сұраулы жүзбен қарап қояды. Зейнеп те іштей анасына айтар жауабын саралап отыр. Дүрсілдеп соққан жүрегінің үніне құлақ асып, анасына бар шындықты жайып салғысақ келгенмен, анасының онсыз да қаусыраған халін көріп дәті бармады. Үй маңына жақындаған сайын Зейнеп беймаза күйге түсіп, мазасына бастады. Алда жауабы жоқ яки жауап бере алмас сұрақтар күтіп тұр. Қалайда анасының алаңдаулы көңілінің лебін басып, шындыққа жанасардай түйіні бар әңгіме айту керек. Осында екішті ойдың жетегінде отырғанда үйіне де жетіп қалды. Ішке кіре сала анасы: «Нартайды қалай таптың? Бұл жағдайға қалай түскен екен?» деген анасына. «Апа, іздестіріп тауып алдым. Есі аусардай не жағдайға тап болғанын мен де білмеймін», деп жауап бергендей болды. «Ал Тұмашы, оған да сен айттың ба? Сен Тұмармен байланысты жүрдің бе?» деді анасы қызының селқос берген жауабына қанағаттанбағандай. «Апа, мен оны қайдан білейін? Ол да ағамды іздеген болар». «Менің де бірінші көруім оны», деді де Зейнеп жинала бастады. Жұмысқа шықпағанына да біраз күн болды. Оның үстіне Тұмарға хабарласып сөйлескісі келді. Бойын билеген қорқынышпен дәл бүгін үйінде жайбарақат отыра алмасы анық еді. Сол күні Зейнеп Тұмарға қанша қоңырау шалғанмен сөйлесе алмады. Содан кейін Тұмарды көргенде емес. Ең өкініштісі, ертеңіне анасымен ауруханаға қайтып келгенде ағасында таба алмай шарқ ұрды. Аурухана басшылығынан: «Ағаңызды әйелі алып кетті. Кедергі келтіре алмадық. Заң бойынша толық құқығы бар», деген жауап қана алды. Таныстарынан сұрастырып, Тұмардың шетелге қашып кеткен білді. Бір лауазымды дөкейдің қызын өз арам істеріне араластырған болу керек. Кетпеске амалы қалмаған деседі. Зейнептің ағасы мен Тұмарды іздеп баспаған жері бармаған тау қалмады. Құқық қорғау органдарына да арыз жазды. Олардан да еш пайда болмай салы суға кетті. Кетсе өзі кете бермей ме? Ағамда не шаруасы бар? Деген сұрақтарына жауап таба алмай сарсаңға түсті. Баласынан тірідей екінші мәрте айырылған анасы инсульт алып 2 ай төсек тартып жатты да көз жұмды.
Содан бері арада 9 жыл зымырап өте шықты. Қазіргі таңда Зейнеп мүгедек ағасымен қара шаңырақты паналап отыр. Ағамды табамын-ау деген үмітімді үздім, дейді кейіпкер. Өмірдің бұралаң жолында жаныңа деме болар жар таңдауда қателеспейік достар. Әңгіменің соңы. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.